Харгосқа қысқаша саяхат. Алып кеттік достар. Мына жақта телефон ұстауға рұқсат емес, ішке қарай рұқсат кіресіздер. Екі минутта өтіп ұстайсыздар. Ішінде тағы бар. И мына жерде қазір кірген жерде мына жерден кімді жазасын маңға аламыз и соны толтырамыз қазір. МЗПСқа келетін болсаңыздар, желательно бір ручка сумкаларыңызға салбаңыздар, әйтпесе ол жерде өте көп болады. Осындай парақшаға келген күн числосын, ат жөніңіз, немесе номер паспортта жазсаңыздар болды. Осындай әдемі беткен. Автобус осы жерге дейін әкеп тастайды. Потом былай қарай ішке қарай келесіздер. Осы жолмен өздеріңіз қалаға торговый центрға кетесіздер. МЗПСтағы немесе Харгостағы деп айтып жатады. Ең основной торговый центр ол Золотой порт, Джунги и Кинг-Конг. Алдарыңызда тұрған Кинг-Конг. Бұл жерде основном шубаларды сатады, яғни мехқа қатысы бар товар алғыларыңыз келсе, осы жерге кірсеңіздер болады. Күшті саудаласуға болады. Одан кейінгі бізде Джунги. Бұл жерде де киім-кешек, постель, майда-шүйде кез келген затты табуға болады. Және де біз өзіміз основной көп баратын торговый центр бұл бізде Золотой порт. Арғы жаққа кетесіз. Золотой порттан основном постель алған өте выгодно. Және де автобуспен баратын тағы бір торговый центр бар, ол Ю деп аталады, ол жерге онша көп бармайды екенбіз. МЗПСқа келген кезде біз өзіміз основной тамақтанып шығатын осы столовый, плов күшті жасайды. Ол жаңағыдай кіреберіс жерінде міне. И Золотой порт жақта тағы бір столовый бар. Но мына жердің пловы дәмді. Золотой порт. Ходтары көп, кіретін. Осы жерден кірсеңіздер болады, арғы жағынан кірсеңіздер де болады. И мына жері, адам үйіліп тұрған жер, бұл бізде Казпошта товар алатын болсаңыз, алып шығып осы жерден саласыздар. Көп магазиндерді видеоға түсіруге рұқсат емес. Міне осындай майда-шүйде, бижутерия, косметикаларды алсаңыздар болады. Пижамалар бар. Осының барлық Золотой порттың ішінде, және де қазір уже домашний тапочкалардан сезоны. Кейбір жерінде үшеуін 2000 теңгеге, екеуін 1500 теңгеге алуға болады деген секілді акцияларды шығарып қойған. Таңдап алсаңыздар болады. Енді барлық нәрсе кішкене качествосына қарай ғой. Мына резинкаларды қараңыздар. Қандай әдемі. Мына бірінші этажы, астында осындай майда-шүйде, носки, сумка дегендер сатады. Екінші этажында постель, полотенце, осындай бар. Короче, постельный нелер. Мынандай. Екінші этаж полный осындай постельный. Одан кейін ана жерінде перделер бар. Вот ана жақта көрініп тұр ғой. Осындай. Ал үшінші этажында қыз киім-кешек. Мындай. Екінші этажында полный. Үлкен торговый ғой енді бұл торговый. Осындай жемпірлер табуға болады. Курткалар. Ал Золотой порттың үшінші этажында осындай киім-кешектер бар. Куртка, шопы. Барлық нәрсені табуға болады. Басың айналып, аяғың шаршағанша араласаң болады. Золотой порттың қазір 4-ші этажында анандай киімдер магазины ашылған. Мына жерде техникалар бар. Техника алсаңыздар болады. Және де детский, взрослый, женский киімдер бар бұлан. Мына жерде мына алдыңызда тұрған магазинде детский киімдер жақсы алуға болады.